Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өте дәмді болатын осындай бір керемет табада піскен, ішінде картоп, сыры бар осындай нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеоны ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті ингредиенттер ол ұн, ерітілген сары май, тұз, сүт. Ең алдымен ұнымызды салып, дәл осылай ортасын ашып аламыз. Одан кейін сүт, майымызды құйып, кішкене ғана шым-шым тұз салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырды илеп болдым. Енді оның бетін целлофанмен жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Келесі кезекте ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Тұзды суға осылай картопымызды пісіріп алып, оны жақсылап еземіз. Одан кейін 2 ас қасық майонез салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сырды теркадан өткізіп, оны алдын ала дайындап қойдым. Сыр мен картошканы араластырып ішіне салатын боламыз. Енді нанымыз біраз тұрды, енді оны жақсылап жайып аламыз. Қамырды жайып алдым, енді бетіне сыр себеміз, одан кейін картоп, одан кейін қайтадан сырды сеуіп, нанымызды бір-біріне жабыстырамыз. Қамырларын ашық жерлерін бір-біріне жабыстырып бітеп алдым. Енді оны осылай ақырындап отырып оқтаумен жайып шығамыз. Қатты басып жібермеңіздер, қамыр жарылып кетуі мүмкін. Менде мұнда қамыр жарылып кетті, бірақ мен оны артынан қамыр алып ақырын бітеп қойдым. Бірақ ол ештен кетпейді, жарылса да, бірақ жарылмағаны әлде қайда әдемі болады. Міне мен осылай ақырын ғана бітеп қойдым, бірақ сонда да мен оқтаумен басқа сайын осылай жарылып жатыр. Қамыр өте жұқа болғандықтан жарылып кетеді. Енді ақырын баяу отта табамызды қыздырып қоямыз. Өте баяу отта пісіреміз. Бетін жауып қойып қоямыз. Барлықтарыңызға осы рецептпен жасап көруге кеңес етемін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қамыр сондай үгілмелі болып шығады. Видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелген болсаңыздар, сіздерге алдын ала видео салған кезде хабарлама барады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.